Алматыдағы бір әулетте 10 шақты келін ұстаздық қызмет атқарады. Олардың білім беру саласындағы жалпы өтілін қосар болса, 200 жылға жуықтайды екен. Мәртебелі мамандықты таңдаған Темірбековтер шаңырағы туралы Жансая Олжабек айтып береді. Ата жолын жалғап, анасының ізін қуып, ұстаздықты таңдаған Жанар Аманова орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Салада 30 жылдан астам қызмет етіп жүрген маман келін болып түскен әулетінде көбінің мұғалім екенін айтады. Алды зейнеттегі абысындары болса, қалғандары түрлі пәннен сабақ беріп, ұлағатты ұстаз атанып жүр. Біреусі ағылшыннан сабақ береді, неше түрлі жаңағы. Осы мектепке келген өзіміздің кенже келініміз бар, неден жаңағы бастаушыда сабақ береді. Одан қазақ тілден сабақ беретін келініміз бар. Одан кейін орыс тілден сабақ беретін келініміз бар. Жалпы әулетімізде 7-8 ұстаз қызмет жасаймыз. Бастары осылса тұрмыс тіршілігінен бөлек ұстаздықты әңгімеге арқау өтетін әулеттің кіші келіндерінің бірі енесі мен абысындарына қарап мамандығын ауыстыруды шешкен екен. Бүгінде ол бастауыш сынып оқушыларына сабақ береді. Сол отбасыға түскеннен кейін ғой менің бұл мұғалімдік жолға түскенім. Оның алдында негізі менің экономический образованием бар. Содан кейін барып мұғалімдік жолын таңдап, сол кісілерге қарап, сол кісілерден үлгі алып, балаларға деген беріп жатқан тәлім тәрбиелеріне қарап, мен де сол жолды таңдадым. Ынтымағы жарасқан әулеттің келіндері дастархан басындағы әңгіме мектеп төңірегінде өрбиді дейді. Мариям Күлесентаева 40 жыл бойы білім беру саласында елеулі еңбек етіп, бүгінде зейнетке шыққан. Ата жолын қуған ол бұл мамандықтың орны әрқашанда мәртебелі екенін айтады. Менен кейін енді келіндерім мұғалім, немерелерім мұғалім, інім, ағам балдары мұғалім. Бұл таңдаған себебім бұл ұстаздықты. Өзімнің әкем 45 жыл мұғалім болып, пенсияға шығып, еңбегінің жемісін жеген. Сондықтан да өзім сол әкемнің жолын қуған баланың бірімін. Мариям Күл апай ұзақ жылдар бойы жинаған тәжірибесін бөлісіп, бағыт-бағдар беруге әрқашан дайын екенін айтады. Мәртебелі мамандықты келешек ұрпақта үздіксіз жалғастыра беретініне сенімді. Жансая Олжабек, Мейрам Исабеков, Алматы телеарнасы.